строишь глазки, что за страсть? Подхожу к тебе немедленно со словом здрасте. Ты такая милая, ты такая красивая, слов нет просто. Я просто в шоке, твое тело просто. Федерман бір орында тұрмайды. Жыл сайын кішігірім бір реформа керек, бағыт керек. Сондықтан да мынау бұрынғыдай емес, қазіргі таңда телевизиялық нұсқаға көбірек жұмыс жасау керек. Шымкент, мұның ішінде Шымкент көрермен, Шымқаланың оңтүстік көрерменнің өзінің пікірі бар, өзінің ойы бар дегендей. Сондықтан да мынау алдағы 2-3 жылдықта телевизиялық лигаға шығатын топтарды осы жерге жинап жатырмыз. Кішігірім тәжірибе жинақтасын. Оның үстіне мысал үшін Қазақ алқасын кәдімгі стандартта түрде емес, қазіргі таңда жоғары лигада өнер көрсетіп жүрген жергілікті байдың балалары тобына беріп, бір басқаша формада көргіміз келіп жатыр. Самая вышка, 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 самая вышка. Сені мен көрген сайын, как будто тебя знаю. Жақында танысам десем орыш. Бүгіншіден Шымкентте ашық лига, республикалық лига бірінші рет, сондықтан да әсер керемет. Сондықтан да бүгінгі напряжение дейді ғой. Напряжение, осы. Напряжение өте мықты, сондықтан да үмітті ақтап, бүгін Төреби ауданының үмітін ақтап, керемет ойыны көрсетеміз деген үміттеміз. Ай дауысың сенің, ай қимылың сенің, майысқан шыбық білін, общем кайфар бір жерің. Әдемісің даттау, көзім тоймайды, кім болса да все равно, сендей болмайды. Әдемісің даттау, көзім тоймайды, кім болса да все равно, сендей болмайды. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдем. Сіздерде мынандай ой болды, негізі осы уақытқа дейін мысалға милициялардан құралған топ бар, дәрігерлерден құралған топ бар. Енді бір ұстаздардан құралған бір топ, бір жайдарманға бір керек сияқты болды. Біз соны өзімізше шамамыз келгенше алып шықсақ деген ниетпен жиналдық негізі. Осы өзіміздің ауданның атынан, осы аудандағы ұстаздарымыз барымыз көшеде жігіттер ақылдасып. Самая вышка, самая вышка, самая вышка. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі. Самая вышка, самая вышка, самая вышка. Самая вышка, 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 самая вышка. Жеріміз түртіп алар дегенде. Сол білім кезет шығар? Білім кезет? Одан басқа. Сәлем. Қайнар. Ойынымыздың басын Нандиуан тобының әлемен өзімізді жайдарман туралы құрадық, соны айтып бастаймыз. Мінекей, ана жақта жігіттер темекі шегіп отыр деймін. Осындай әсер болып жатыр енді. Жалпы жігіттер көңіл күйлерің қалай жалпы? Көңіл күй керемет жалпы. Қай жақтан келдіңдер өзі? Астана қаласынан. Астана қаласынан. Бүгін мен байқасам, Астана қаласынан көп командалар келді. Сол командалардың жалпы кімді қарсылас деп өздерің ойладыңдар? Қарсылас Біз үшін мен ойымша қарсылас ол бәсеке командасы деп ойлаймын. Білім кезет көңілімізден өте қатты шықты. Төлеби арасында мен группаласым бар. Өте жақсы. Ондай ойын күтпедім негізі. Көрермендерде де болды ғой, жаңағы мұғалім деген кішкене бір білім кезет мұғалімдер, солар ұнады кішкене. Қалғандар енді барлық команданың өзінің стилі болған, өзінің ерекше көрініп тұратындай болса, сол кезде күшті болады еді.